Ассалаумағалейкум достар. Қалдарың қалай? Жағдайларың қалай? Менде бүгін екінші сериал Офсайд 2 сериалы Офсайдтың. Сол. Кеттік, бастайық. Білесіңдер ғой, бірінші серияда болельщиктер жұмбақта чемпион болмайды. Очколарын көрсеңші, мынада 68, мынада 22, ең последний тұр. Бірлік екінші орында тұр екен ғой. Сол екен ғой. Ақша берді екен, бұлай не істеу керек екен үшін. Опа, қазір келем. Атайды. Жақсы. Кеттік, бастайық дальше. Прическа да жоқ, просто. Жарайды, нормально. Красавчик, все. Кеттік ол. Натуре, наверное, конкретно. Ят қой даже, наверное, қарап отырсақ ше, ят зат қой, ят. Отса көп қой, тренерлар айғайлап, бізге телевизордан көргенде білінбейді ғой, қарайсыз. Әйтір шулап айғайлап атады, атакты мотор нерв қой, наверное, кәдімгі кетіп атқан. Шештер ағарат жүріп. Қиын жеңіс болды, қиын. Бәрі против болды ғой, әділге. Молодцы, затащили, бірақ бұндай өмірде бола қоймайды. Мұндай ойындай. Қалай жеңді? Чемпионство. Ой, сен өлтіп жүреді ғой қазір. Ровно емес. Басқа жерге ешқай жерге жұмыс қалмайды. Тренерді алып тастау, орнына басқа біреуді қою, ондай жоқ па не? Жеңіс екі есе тәтті болып көрінеді ғой, иә. Бәрі против. Короче, бүкіл Қазақстан Федерациясымен ойнағандай болды олар. Интрига жоқ дейсің ғой, интрига. Интриганы өлтіреді дейсің ғой. Когда бәрі уже алдын ала айтты ғой, жаңа чемпион болады. Ақша. Как думаете, каким будет новый тренер? В детском футболе всегда есть деньги, просто они не доходят до детей, понимаешь? И насчет этого Ерлана не надо на него так сильно надеяться. Ну я как по мне, я же тренер все. Не всего лишь, а тренер. Первая лига Казахстана, как тебе, а? Вот нахрена ты этого Ерлана пригласил, скажи мне, а? Первая лига? Ты что, угораешь, что ли? Ты что, Короче, понятно. Екінші серия осы жерде бітті. Екінші серияда бітілді. Все, лайк, комментарий, подписка, жазып білесіңдер ғой өздері. Все, давай.